Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 6 Ахметтің даналық тағылымы. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді түсініп оқыңдар. Ахмет Байтұрсынұлы туралы өздерің оқыған ақпараттармен бөлісіңдер. Авторына сілтеме жасаңдар. Батырлықты, билікті салт қылған ірі мінезді адамдары көп ортада туып өскен Ахметтің тәрбиесі мал бағып, күйбің тірлік кешкен өзге қазақы ортадан бөлектеу еді. Әділетті жақтау, қиянатқа төзбеу атадан балаға қалған мұра секілді қасиет еді мұнда. Бар оқығаны ауылдағы 2 жылдық, Орынбордағы 4 жылдық мұғалімдер мектебімен шектелгеніне қарамастан, өзге оқыған мырзалар шен іздеп жүргенде, қорлыққа шыдап, құлдыққа көніп, ұйқы басқан қалың қазақтың ұлт намысын жыртып, ұлттық арын жоқтаған патша заманында жалғыз-ақ Ахмет еді. Ол заман ағымымен кетпей, өзгелер құсап, қазақ халқын бай-кедейге бөлмей тұтас жақсы көрді, намысын бірдей жыртты, арын бірге жоқтады. Ол отаршылдықтың озбыр саясатына қарсы халықты ояту үшін халықты ағартудан басқа жол жоқ екенін, надандықпен, қараңғылықпен күресу керектігін толық түсініп, бар ғұмырын осы жолға арнады. Қуғын сүргінге түсті, мұқалмады, түрмеге қамалды, жасып шығармады. Мұғалім болып, бала оқытып, жас ұрпақтың көзін ашты, газет шығарып, мақала жазып, ұйқыдағы ұлтын оятып, замана аңғарын түсіндірді, өлең жазып, мақсат мүддесін танытты, түрлі қызмет істеп, үлгі-өнеге көрсетті. Ол өз атқарған үлкенді-кішілік қызметті де, сабақ берген мектепті де, мақалалар мен өлеңдерін шығарып, баспа орындарында бәрін халқына қалтқысыз қызмет етудегі өз идеясын, өз саясатын жүзеге асырудың құралы ете білді. Оны бар ғұмырын адал қызмет етуге арнаған, туған халқына жау етіп көрсетіп, халық жауы деген жалалы жамылғысын жауып, атқызды, атын атағандарды қуғынға салды. Бәрібір олар мақсатына жете алмады. Жала бұл шындық күн екен. Заманы қайта туып, шындықтың шұғыласы өз нұрын төкті. Ұлтын сүйген ұлтжанды Ахмет Байтұрсынұлы өз халқымен қайта табысты. Тарихи тұлғалар кітабынан. Енді сұрақтарға жауап берейік. Ахмет Байтұрсынұлы ұлты үшін қандай елеулі еңбектер атқарды? Ғалым неліктен бар күш-жігерін ана тілі үшін жұмсады? Ол отаршылдық, озбыр саясатына қарсы халықты ояту үшін халықты ағартудан басқа жол жоқ екенін түсінді. Надандықпен күресті, бала оқытып, жас ұрпақтың көзін ашты. Ол тіл арқылы ұлттық болмысымызды анық танытуға, өзіміздің ұлттық ерекшелігімізді ұмытпауға шақырды. Әдеби тілдік норма. Қазақ тілінде сөздің ұғымы дөрекілеу, көңілге тиетіндей болып келген жағдайда басқа сөзбен алмастырыла айтыла береді. Мұндай кезде мағынасы тұрпайы сөздің орнына сол ұғымда жұмсартып, жеңілдетіп, сыпайы, жұмсақ сөздер қолданылады. Мұндай сөздер тіл білімінде эвфемизм деп аталады. Эвфемизмдер көп жағдайда сыпайыгершілік пен әдептілікке негізделеді. Демек, қазіргі кездегі қолданып жүрген эвфемизмдер халқымыздың бүгінгі таңдағы қалыптасқан этикалық мәдени нормаларының көріністері деп есептеледі. Эвфемизм мағынасы тұрпайы дөрекі сөздерді сыпайылап айту. Мәселен, өтірік айту деудің орнына қоспай айт. Мылжың деудің орнына сөз орлау деуде сыпайылап айтудың бір түрі. Адам қайтыс болғанда өлді демей бақиға аттанды. Дүниеден өтті, дүние салды деген сөздер қолданылады. Дисфемизм мағынасы жағынан эвфемизмге қарама-қарсы құбылыс. Дисфемизм кеміту, қорлау, жаратпау ұғымын тудырады. Мысалы, боқмұрын, ынжық неме, тағы басқа. Дисфемизмдер әдеби тіл нормасына жатпайды. Бұлар көбіне көркем шығармада ауызекі тілдің сөйлеу үлгісі ретінде кейіпкерлердің тілінде ұшырасады. Сол арқылы әр жазушы өзінің кейіпкерлерінің мінез-құлқын, іс-әрекетін, ой-өрісін сипаттап, нақтылы бейнесін жасайды. Мысалы, бала деудің орнына жүгірмек, сөйлеме деудің орнына былжырама деу. Екінші тапсырма. Берілген сөздерді эвфемизмге айналдырып жазыңдар. Өлген соң, дүниеден өткен соң, ұрлап кетпес үшін, қолды болмас үшін, аяғын ақсаңдай басады, аяғын сылтып басады, керең адам екен, құлағының мүкісі бар, өтірікті көп айтады, аузының желі бар, аузында сөз тұрмайтын өсекші, сөзі бар. Үшінші тапсырма. Аудио жазбадан иттің достығы мысалын тыңдап, өлеңнің атауын талқылаңдар. Шынайы өмірмен байланыстырып төрт сөйлем тәсілімен жұмыс жүргізіңдер. Пікір. Достыққа адал болу оңай емес. Дәлел. Дос деп жүрген адамың кейде саған дұшпан болып шығады. Мысалы, басыңа қиын іс түскенде кейбір достарың табалап шығады. Қорытынды. Достың да досы адалы болады. Өлеңнің атауы. Иттің достығы болу себебі адамдар арасында да сондай итше дос болатындар кездеседі. Автордың айтпағы итше дос болмай, адамша дос болыңдар дейді.
Артық болмас білгенің, 40 мысалды оқып ұялдым, өзімнің хам өзім секілділердің адасып жүргенін сонда байқадым. Міржақып Дулатов. Әр тілдің айдауында жүрген қазақ балаларына қазақ тілімен кітап жазған, қазақ тілінің негізін жасап, қазақ мектебінің іргетасын қалаған алғашқы адам Ахмет. Ахметтің бұл тарихи еңбегі бағаланбай қалмақ емес. Сәбит Мұқанов. Ұлы ағартушы Алтынсариннің бастамасын ілгері дамытып, нағыз ғалымдық дәрежеге көтеріп, жетер жеріне жеткізіп берген Ахмет Байтұрсынұлы Мұхамеджанов. Төртінші тапсырма. Оқылым мәтініне қарапайым жоспар құрыңдар. Жоспар. Ахметтің тәрбиесі, надандықпен күрес, халық жауы жалған жала, ұлтын сүйген ұлтжанды Ахмет. Бесінші тапсырма. Жазылым. Бестармақ тәсілі арқылы Ахмет Байтұрсынұлы туралы 5 жолды өлең құрастырыңдар. Бірінші. Зат есім. Ахмет, сын есім, білімді, ақылды, етістік, оқытады, жазады, күреседі. Сөйлем. Ахмет қазақ даласындағы надандықпен күресті. Бесінші. Синоним. Ағартушы. Алтыншы тапсырма. Екі тапсырманың бірін орындаңдар. Осы тақырып бойынша алған білімдеріңді жинақтап, Алаштың ардақты азаматы атты дәлелдемелік эссе жазыңдар. Екінші. Қосымша әдебиеттерден ізденіп, жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, Ахмет Байтұрсынұлының өмірбаянын жазыңдар. Эссе. Ахмет Байтұрсынұлы Алаштың ардақты азаматы, қазақ халқының ұлы ғұламасы, тек қана бір саланың емес, бірнеше саланың айтулы тұлғасы екенін дәлелдеу үшін оның көптеген жетістіктерін атап өту жеткілікті. Оның қазақ халқының болашағы үшін қосқан үлесі баға жетпес. Біріншіден, Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілінің дамуына зор үлес қосқан лингвист. Ол қазақ тілін жазу жүйесін жетілдіруге, грамматикасын зерттеуге, сөздік құрастыруға белсене араласты. Тіл тазалығы, әліпби сияқты еңбектері қазақ тілінің дамуына құнды үлес қосты. Екіншіден, Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әдебиетінің негізін қалаушы ақын және жазушы. Оның өлеңдері мен прозалық шығармалары қазақ әдебиетінің көркемдік деңгейін көтерді. Ол халқының тарихын, салтын, тұрмыс-тіршілігін шыншылдықпен бейнеледі. Маса, серілер, қылқама, мамыр сияқты шығармалары қазақ әдебиетінің алтын қорына айналды. Оның шығармаларында ұлттық рух, патриотизм сезімі айқын көрінеді. Үшіншіден, Ахмет Байтұрсынұлы Алашорда қозғалысының көрнекті қайраткері. Ол қазақ халқының тәуелсіздігі үшін күресіп, ұлттық мемлекеттік идеясын алға қойды. Оның саяси құрылыс бағдарламалары және ұлт тағдыры туралы ой-пікірлер бүгінгі күнге дейін өміршеңдігін жоғалтпады. Ол халық арасында ақыл-ой білімін таратуға белсене араласты. Ахмет Байтұрсынұлының белсенді қоғамдық және саяси қызметі, лингвистикалық және әдеби еңбектері, халқын сүйген патриот ретінде бейнесі оның Алаштың ардақты азаматы екенін толық дәлелдейді. Оның мұрасы қазақ халқының мақтанышы және жас ұрпақ үшін үлгі болып табылады.